Ассалаумағалейкум. Lexus RX 330 2004-2005 жылдың көліктеріне осындай прошивка жасауға болады. Бұл айтайын дегенім 2006 жылдан бастап жасалады. Каншинамен жабдықталады, 2 каналды. Ал бұл жерде коллиния прошивка, канал бір каналды болғасын коллиния. Көп прошивка жасалынбайды 50-50. Сондықтан қазір 2005 жылдың жасап жатырмыз. Euro 2 катализаторын алып тастаймыз, кішкене жүрісін көбейтеміз. Және де газда VVTi-дің көмегімен оборотты кіші светофордан тұрған кезде жақсы алғыр болады. Қазір осы құйып жатқан сәт, сосын айдап көретін боламыз. Есімен бір сұхбатын сұрап, қандай өзгерісін байқағанын бір сұрап көретін боламыз. Ендеше қазір прошивка жасап жатқан сәт. Мына датчиктердің барлығы түсіп қалады. Себебі компьютер связға шықпай қалады. Компьютер связға шықпағанның жөнінде мына токпен программа құйылып отыр қазір. Дәл осы уақыт. Щиток прибор көрсетпей қалады, мына тыңылдағанда қойып қалады. Ендеше біткеннен кейін бір хабарын беретін боламыз. Көлігімізді прошивка жасаған болатынбыз. Жүрісі кішкене өзгерді дейді. Есі бойынша былай жақсы ғой да жүрісі. Жүрісі әдемі болды дейді. Қазір мынаны көрейік, неше литр шығатын. Содан кейін барып көріп қарайтын боламыз. Негізінде мына автоматтарға жеңілдік бар прошивкадан кейін. Жеп-жеңіл жүріп беретін болады.